Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандарым? Мені сағынғандар бар ма екен? Тікелей эфирге біраздан бері тағы да шықпай қалдым. Енді күнделікті шығам деп отырмын, жоспарлап. Мен бүгінгі эфирде жалғыз өзім болмаймын. Бағана анонста жариялағанымдай, менде қонағым бар. Қосып қояйын да, сөйтіп екеуміз. Мен өзімнің қонағымды жақында таныстым. Толығын білем деп айта алмаймын. Лаура, саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз қосылғаннан кейін сіздің де осында оқырмандарыңыз келу керек қой деймін, иә? Иә, шығарып берсін. Екі аккаунттың да оқырмандар келеді, сондықтан мен өзімді кішкене таныстырып өтейін деп ойлап отырмын. Менің есімім Сауле, фамилиям Ботаева, аккаунтым да осылай аталады. Жоғарғы оқу орнында оқытушы болып жұмыс істеймін, бірақ соңғы 2-3 жыл болып жатыр екен. Мен психологияға бас бұрып, практикалық психолог ретінде өзім нәтижелерге жетіп, сонымен нәтижемен бөлісіп, адамдарды осындай бір әдемі құрал бар екенін, тез, тиімді жолменен өзіңді реттеуге болатын жағдай бар екенін таныстыру үшін осындай өзімнің блогымды жүргізіп бастадым. Алғашқы кезде орысша, қазақша әртүрлі жазатын, соңғы кездері мен қазақ аудиторияға бұл программаның, Мастер-кит деген программаның мүмкіндіктері туралы, оның не үшін қажет екенін, қалай пайдалануға болатыны туралы айтып түсіндіре бастадым. Орысша кеңістікте өте материалдар көп, қазақша жүргізушілер аз, сондықтан өзімді экспертпін деп айтпаймын, бірақ сонда да әжептәуір деңгейде қазақша айтып түсіндіріп жүрмін деп ойлаймын. Ал, Лаура, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Саламатсыз, мен атым Лаура. Семей қаласынан боламын, Шығыс Қазақстан облысы. Мемлекеттік қызмет атқарамын, құрылыс саласында мемлекеттік қызметкермін. Өзімде методикаға қаржылық қиындықтар болған соң келдім. Методиканы 2,5 жыл болып пайдаланып жүргеніме, түп санамен жұмыс істеу арқылы өзіңнің мақсаттарыңа жету, проблемаларын шешу жұмысында сол жолда қазір жұмыс істеп жүрмін. Қазір менің де психология жақсы бір хоббиім десем де болады. Иә, біздің өміріміздің айнымас бөлігі болып кеткен сияқты қазір, да? Себебі бір кезде де ойлаушы едік, психология немен айналысады деп, жалпы білгенменен оған қарамайтынбыз, да? Өмірдің өзі алып келеді екен, бізге қажет болғандықтан. Менің өмірімде де сондай болды ғой, психологияға мен еріккеннен келген жоқпын дейді ғой. Өмірде бір шешілмеген мәселелер болады, иә, қарым-қатынаста, сосын өзіңнің күйінде состояние дейді ғой. Депрессия состояниесінде мен 10 жылға жақын жүріппін. Көрсетпейсің, білдірмейсің, әрине, бірақ ол іштен жейтін күй. Денең бәрі жара болып, әртүрлі аурулар қаптап, өмірге деген көзқарасың, ренішің көбейіп, иә, қарым-қатынасың содан жаман болып жатқан кездерде адамдарға бір рухани азық керек болады. Соны іздеп келген адамдармыз, иә. Мен де солай келдім. Сіз де солай келіп отырғансыз болып. Иә, депрессияны скрытая депрессия деген болады екен ғой. Біз былтыр Москвада осы Суперэго компаниясының Open Day деген шарасында болғанбыз. Сол кезде осы Қазақстанның бас психотерапевті шығып айтты ғой, осы Алтынбеков. Иә, медикаменттермен емдей алмайсың, онымен жай ғана уақытша баса аласың депрессияны. Ал именно онымен жұмыс істеу керек, позитивті ойлау. Өзінің көп нелері бар ғой. Салалары, әртүрлі саласында жұмыс істеу керек деп. Депрессияны біз өзімізге признавать етпейміз ғой. Кім айтады, мен депрессияда жүрмін деп. Біз білмейміз де екен. Күйзелісте жүрміз. Маска киіп аламыз. Мен ең бірінші осознанием не болғанда, мен жұмыста бір маска киіп жүретін, үйге келгенде масканы шешетінмін, туған туысқандарға басқа маска киіп алатынбыз. Сондайда әркімге маска подбирать ететін едік қой. Настроениемізға қарап, мынандай болады, мындай болады деп. Жалпы біз тақырыбында айтып кеттік па біз? Эфирдің тақырыбы былай болсын да, ойлау жүйесін өзгерту не үшін маңызды деген. Өкінішке орай, менде әлі аккаунтымда ондай мүмкіндік жоқ екен. Хотя сонда да жасап көрейін, кім біледі, иә? Бірақ өткенде жасай алмағам.
публиковать еткеннен кейін барып прикрепить деген нәрсе. Шықты, иә. Енді. Ойлау жүйесіне. Или как комментарий сияқты шығып тұр ма? Прикрепить деген шықпайды. Прикрепить деген шықпайды. Ана ештеңе етпейді. Не Ал осыны құрметті оқырмандар, сіздер қосыла беріңіздер, біз өзіміздің әңгімемізді жалғастыра береміз. Барлықтарыңыз қош келіпсіздер. Егер басын естімей қалған болсаңыздар, эфирді сақтап қоюға тырысамыз, кейін басынан көріп аларсыздар. Ал соңына дейін отырып бізбен әңгімемізді тыңдап, бақылап, өзіне бір ой түйетін адамдарға менің эфирдің соңында сыйлығым бар. Қазірше айтпаймын не екенін, сосын көресіздер. Біз әңгімемізді жалғастыра берейік. Я сонымен Лаура, өзіңіз қандай мәселемен келдіңіз бұл методикаға? Бұл методикаға мені құдашам айтты. Ол кісі онкологиямен ауырған болатын. Женский жағынан. Біз ол кісіні ауырып қалды деп естіген кезде, қазақ халқы қалай барып қалын сұрау керек деп сөйтіп ойлайсың ғой. Ал ол кісіде как раз депрессия болды да, ешкіммен көргісі келмей, сөйлеспей сөйтіп алшақтап кетті. Туысқандардан, бәрінен. Мен өз басым ойлап жүрген болатынмын. Оның енді онкологиямен ауырған кісіні қалай елестететінбіз. Шашы түседі, содан кейін барып, бір 4-5 ай уақыттың әне бар деп ойлайтынбыз. Одан бір жылдан кейін кездестірген кезде, әдемі жұмысын ары жалғастырып жатыр екен. Көрген кезде ойладым, мүмкін ол өтірік әңгіме болған шығар деп. Соны әңгімелесе келе айтты, осындай методика саморегуляции деген барып психологиямен айналысып жүргенін, ауруын сол арқылы жеңе алғандығын, химияның бәрін соның күшімен өте алғандығын. Ол кісі өзі медик болатын. Айтты, мен өзім түсінем дейді, гипноз жақсы ой ойлау керек деген, только өзім ғана кез келген ауруды жеңе алатынды. Бірақ андай диагноз айтып тұрған кезде, балаңды ойлаған кезде, өйтіп істей алмайсың дейді самостоятельно. Өзіңді өзің бақылай алмай қалып, басқара алмай қаласың ғой. Гипнотизер іздедім деді. Бірақ Қазақстанда ондай мықты гипнотизерлер жоқ. Шетелдерге барған келсең, олардың тілін білмеймін. Олар мен сияқты ешкімге жеткізе алмайды ол мамандарға деп. Естіліп тұр ма? Интернет нашай болып қалды ма? Или біреу хабарласып қалды ма? Солай естіліп тұр ма? Кішкене үзіліп қалдыңыз сіз. Интернет слабый, наверное. Содан кейін соның әңгімесін тыңдай келе, осындай Суперэго деген компания бар екен, инфопродукт мастер-кит деген бар екен, сол арқылы түпкі санамен жұмыс істеу арқылы кез келген проблеманы шеше алу мүмкіндігін айтты. Ол табыс табу жағынан, жаңағы денсаулық жағынан, қарым-қатынас жағынан, және предназначение, өзіңіз сүйіктісің жағынан. Жаңадан қосылған оқыр. Лаура, сіз Wi-Fi-мен отырсыз ба? Іште режимі? Жоқ, Wi-Fi-мен. Менде сіз жоғалып кетіп отырсыз. Немелерді көріп тұрмын, қосылып жатқан кісілерді. Сіз пропадаете менде. Мен пропадаю. Мен отырған сияқты, мен еще сөйлеп отырмын адамдарға. Ладно, жалғастыра берейік. Сонымен, ол апайыңыз жазылып кетті ма ауруынан? Түбегейлі жақсы? Иә. Өзінің жұмысын жалғастырып кетті. Қазір сондықтан мен ойладым, өйтіп ондай күрделі қиын ауруды жеңе алған кезде менің қаржылық проблемаларым оның жанында шешу оңай шығар деп. Содан ол кісі маған кітаптарды берді, как впустить в свою жизнь большие деньги деген. Содан кейін секрет фильмінің ссылкасын берді. Солармен таныстым. Одан кейін интернеттен жағымсыз отзывтарды іздедім. Біз ең бірінші сол жақта еместейсіз ғой енді.
қандай сенімсіздік болды ма? иә сынаулар болды екен деген сондай ақпараттарды іздедім. Содан кейін бәрін салыстыра келе ол кезде қаражатым болған жоқ, бірақ ішімде қатты желание болды алуға. Өйткені түсіндім, өзім психология мектептен бір оқитынмын. Кез келген жағдайды біз өзіміз тартып алатынымызды. Бірақ неліктен оны қалай шығу керек ол жағдайдан мен білмедім. То есть теорияны білемін. Дейл Карнегиді оқыдым, Джон Кихоны оқыдым, бірнеше кітаптар оқыдым психология бойынша. Теорияны білемін, ал тәжірибеде қалай оны қолдану керек, оны білмей жүрдім. Маған, то есть білесің, бірақ срываешься все равно. Бір айдан кейін, жасай алмайсың, иә, оған. Иә, одан кейін бәрібір алып кетеді, басқа жұмыстарға отвлекаешься, сонымен ұмытып кетесің әлгі жасау керек нәрселердің бәрін, техникаларды. Содан кейін маған сол инструмент керек болды. Әлгі мысалы біз тренажерный залға барамыз ғой, денеміздегі бұлшықеттерді жұмырландыру үшін, иә. Ал мынау именно тренажер миға керек екенін түсініп, содан кейін ол кезде демо-версия деген болды. Сол демо-версиясын жіберді. 17-ші жыл ғой деймін, 2017-те, иә. Где-то 348 мың ба, 301 мың тұратын ол кезде. Содан алсам ғой деп. 300 емес, 17-ші жылы 220 мыңға алған мен. 217 мыңға. Мүмкін солай шығар, где-то 2017-ның мен декабрінде алдым. Годовой пакет сол кезде сондай болатын. Мүмкін сәл курс жоғарылаған, сондай бір болған шығар, 230 болған кездер болған, 220, сөйтіп. Соң демо-версиямен ежемесячный доход 300 мың деп жасадым мен. Цель қою керек деген немелер болды ғой сол арқылы. И бір 2-3 аптаның ішінде сол қаражат келді. Мен бір сапарға барған кезде қосымша маған жұмыс істеп беруді таныстарым өтініп, сол жұмыстарын орындап берген үшін ол кісілер сол ақшаны берді, соны ойладым. Наверное, осы методикаға келіп тұрған маған немен шығар, алланың берген белгісі шығар деп ойладым да. Ойланбастан, қарыздар ештеңені жаппай, соны сатып алдым. Дұрыс болған. Ол кезде самое лучшее вложение — это вложение в себя дейді ғой. Иә. Оның алдында Диана Мұсанованың немесіне барған болатынмын, мастер-классына, бірақ ол кісі маған ұнамады. Резкая, терская. Иә. Біз мемлекеттік қызметте бәрі сыпайы сөйлеу, солай болады ғой. Еще біз клиент всегда прав деген менде установка болатын. Бұл неге бүйтіп қалай болса солай сөйлейді, не айтып не қойып тұрғанын ұқпай сөйтіп еще. Даже ол кезде мастер-классы 1000 теңге болды, менде 1000 теңгем болған жоқ болатын сол мастер-классқа баруға. Кірдік, бізден сұраған жоқ, именно менен. Бесплатно отырдым да кетіп қалдым, еще сол кісіге ашуланып, қайдағы жоқ нәрсені айтып, қайта грубая деп. Солай шығып кеткен болатынмын. Бірақ одан өзім сол қосымша интернеттен ақпараттар іздеген кезде ол маған қатты ұнады. Одан тағы да бір қыздың өзімнің қазіргі наставнигім болады, Асем Ильясова деген жас қыз, осы Шығыс Қазақстан. Жас қыз, иә, мен білем семейден. Онымен неде танысқанбыз? Астанада. Шығыс Қазақстан облысына сол қыз әкелген болатын. Сол кісінің мастер-классына бардым. Ол кісінің бір жылдың ішінде 7 ел ма, шет елдерде болғанын айтқан мені қатты прям мотивировать етті. Өйткені мен сөйтіп шет елді қыдырғанды жақсы көремін. Бүкіл әлемді аралап шығу өзімнің мақсатым. Сөйтіп методиканы солай ұнатып шешім қабылдадым алуға. Ал алған кезде менде как раз ол кезде қаржылық қиындықтар болып жүрді. Мен кезінде досыма өзімнің квартирамды, ата-анамның квартирасын, бизнесін дамытуға залогқа қойған болатынмын. Ол кісінің бизнесі бір жылдан кейін жүрмей қалды да, кредиттерін төлей алмай, бизнес банкротқа кетті фирмасы. Өзімнің пәтерімді пришлось сөйтіп немелер сатып алды. Банктер, ата-анамның квартирасы банк аукционға шығаратын уақыт болатын. Сол 1 январьда аукционға шығарады екен, бізге хабарлама келді банктен. Соны қалай 2 миллионға сатып алу керек болды, жері. Қалай шығарымды білген жоқпын. Содан кейін сол жаңағы 300 мың сол кредитке немеге жіберудің орнына өстіп методиканы сатып алдым. Өйткені маған түсіну керек болды. Сонымен. Содан кейін бірінші ана кісіге деген обидамды проработка жасадым, өйткені маған солай түсіндірді. Бірінші сол өзіңіз ренжіп жүрген кісіге обидаңызды проработка жасау керек деп. Одан кейін сол наставникпен жұмыс істеп отырғанда, одан кейін қорқыныштарды алу керек болды. Мен өзім есіме түсірді. Бұл рискқа баратын кезде мен қорқынышпен барған болатынмын. Ал біз білеміз, неден қорықсақ, соны өзіміз притягиваем, сол қорқыныштарды алып тастадым. Одан кейін банктың каждый шагтарын проработка жасадым. Банк разрешил, залогтан снял деген сияқты. Одан ана кісі өзі бір жарым аптадан кейін өзі хабарласып, бір тендер жұмыстан бір 2 миллион ақша алыпты.
оның ол кезде 70 миллиондай қарызы бар болатын. Бірінші сенен ата анаңнан ұят болды, сенен ұят болды, ең бірінші саған көмектескім келіп тұр. Бірақ міне бүгін кездесуіміз керек, өйткені бұл ақшаны менен қазір тартып алады деп. Тезірек кездесіп, банкке барып сөйлестік, депозитке салып, бірақ банк одан кейін разрешение бермеді выкупқа, өйткені ол шанстардың бәрін вы утратили деп. Соң головной банкіне официальный хат жазып, сол каждый шагты проработка жасадым. 2 айдың ішінде шештім осы мәселені. Молодец, Залогын керемет. шығардық. Мен де өзім Көп адамдар болса осы жерде не істеймін, не істей аламын деп беріле салатындар көп қой, иә. Анау жүйе, мынандай жүйе деген сияқты не дейді, жауапкершілікті біз басқа нәрсеге артып қоямыз. Хотя бұл жердің бәрінде өзімізде бар причина, иә, осындай болудың. Мысалы, сіздің қарызға кіріп кетуіңіздің, сізді негізі не дейді, біреу алдап кетпейді, біз өзіміз алданғымыз келеді деген теория бар ғой. Көп адамдар түсінбейді да, мен де біразға дейін қабылдай алмай жүргем, қиын болатын. Неге мен деп та, неге мен жауапкершілікке алуым керек деген. А сіз молодец, соны түсініп, сол, яғни менде екен бұл причинаның бәрі деп өз себептерімізді алып тастау арқылы біз ситуацияны шешіп отырмыз. Керемет. Иә. Сол мысалы ол әке-шешеңіз риза болып қалды. Иә, бәріміз ух деп неместедік. Мен де өзімде запрет на выезд тұрған болатын, штрафтарым болған болатын. Соның бәрі шешілді. Одан кейін мен декабрьда алдым да, февраль айында Вьетнамға саяхатқа барып келдім. Солай каждый нәрсені шешіп отырдым. Жұмысқа қатысты проблемаларым болатын. Мемлекеттік қызмет болған соң бізде проверкалар көп болады. Қадағалаушы органдармен жұмыс өте қиын. Солармен жұмыс істедік. Качество деген техножар бар, сол арқылы әрбір кісіні проверяющий келген кісілердің качестволарын проработка жасап отырып шешіп отырдым жағдайларды. Өзінен өзі жақсы көріп қарайтын бола ма олар сосын? Иә. Соны мен де айтамын да, бізде де сондай болған. Адамдарменен бір қарым-қатынастарда бір проблемалар болып тұрады, сөзің өтпейді, немесе бір тірлігің жүрмей жатады. Сондай жерлерде образын өзгертесің. Менде бір ситуация болған, күйеуім енді біреу иск берді, судебный иск берді да. Сөйтіп, мен сабақ түскі айта болатын, таңертең барайық, маған поддержка болшы, жарайды, екеуміз бардық. Бұл отвечающий. Бірақ анда жаңа иск берген ненің алдында бір кішкене күту керек болды да, процесстің. Бұл әлі не дейді, досудебное разбирательство дейді ма, просто ознакомительный болады ғой. Кірген кездерде мен не істеймін, ана жерде күтіп тұрмыз, уақытым бар, проработкадан басқа ештеңе істей алмайсың, Құдайға жалынасың, мақұлда, бірақ бәрібір проработка жасап, өзіңде қандай причина бар сол ситуацияны шешетін. Ойлайсың ғой, сосын барып образын қараймын, менің күйеуім азат, барлығынан азат деп та, жаңағы ештеңе болған жоқ, ешкім ешнәрсе дей алмайды деп. Сөйтіп образын қараймын. Негізі жігітімнің аты Абылай ғой, күйеуімнің. Не келеді да, бірінші қараған кездерде образ қызық, бір жеңіліп қалған Наполеонның образын көремін да, сосын өзгерттім, қой, ондай емес. Сөйткен да, екінші образ қараған кезде аттың үстінде отырған Абылай хан бар емес па, прям такой стат, не болып отыр да, и он такой, все победил, всех победил деген сияқты сондай бір образбен. Мен басқа ситуацияны неткен жоқ, просто мен образ своего только проработала, да. Сөйтіп енді судебный процесске кіреміз ғой. Кірген кезде жаңа иск беруші әйелдердің өзіне сот, білмеймін, кірген мезеттен бастап біз жаққа емес, отвечающий. Иск беруші адамдарға сендердің заявленияларыңда мына жерде мынандай кемшілік бар, мынаны дұрыс жазбағансыңдар, ананы үйткенсіңдер, мынаны өткен, әңгіме көп, сендерде ондай. Бүкіл вниманиесі тек соларда, бізге қарамайды. Будто біз олар емес, иск беруші біз беріп, олар отвечающий отыр да. Танылды мен сол кезде бар ғой. Сөйтіп, неден шығамыз ғой, сот процесінде бұл істі қарау үшін аналарға бірталай замечание айтып тастады, өздерін кінәлі, сондай. Бізге келген кезде енді көтерді, бір рет сұрады, сіз осымен келісесіз берушілермен, ол келіспеймін деді. Онда келіспейтін болсаңыз, қағаздарыңыздың бәрін мынандай справкаларыңызды алып келіңіз, квитанцияларды алып келіңіз, сонымен қарастырамыз деді. Бір ауыз сөз ғана да, и болды, сонымен чувствуем себя победителем. Ол сот болғанда жоқ, мынау кісілер өздері уже түсінді, что это все никуда не приведет, ақша төлеу керек екен, андай мындай екен деді да. Вообще ол ісі жабылып қызық болған сондай. Мен айтамын да, вот бір проработканың күші қандай нәрсе да. Біз ойлаймыз, біз ситуацияға әсер ете алмаймыз деп. Ондай әсерлер өте көп. Мен жұмыста да болатын біреулер сәл кикілжің болып жатқан нәрселер болатын болса, образын да, образды өзгерту арқылы да. Сөйтсең, ертесіне өздері сөйлеп, қалайсың, анау, мынау деп өздері басқаша сөйлеп жүреді да. Рахмет дейсіз ғой. Ризашылық сезімі болады, басқа болады да. Адамның арасындағы энергетика ауысады бұл жерде. Өте керемет нәрсе.
мен даже соңғы кездері ұмытып қалыппын қазір, сіз айтып отырған соң есіме түсіп отыр. Алғашқы кезде болатын осындай нәрселер. Прям маған бір кездерде чудо сияқты болып та, бір өмірдің бәрін өзің басқарып, өзің істеп жатқан сияқты болып. Керемет сезімдер қайтадан еске түсіп отыр. Сонымен, Лаура, жалпы ойды өзгерткен, установкалармен жұмыс істеген күшті екен ғой, иә? Күшті, міндетті түрде керек нәрсе. Біз санамен қаншама мақсаттар қоямыз, тырысамыз, бірақ түп санамызда келіспеушілік болса, жаңағы адам туралы біз жаман ой ойлап тұрсақ, немесе жаңағыдай бір басқадай қағидаларымыз болса, даже жаңағы қаражатқа сотқа қатысты сіз бір жаман деп ойлап тұрсаңыз, уже жаңағыдай проигрышты болатын едіңіз. Жаңағы жолдасыңызға деген сенімділігіңіз образ, жолдасыңызға деген сеніміңізді түп сана арқылы өзгерткен кезде сізден ішіңізден сенімдік пайда болды. И сотта да сіздер жеңімпаз ретінде шықтыңыздар. Сондықтан вот именно түп санамен сөйлесе білу керек, сондағы причиналарды табу керек. Сіз жаңа причинаны таптыңыз ғой, сенімсіздік болған. Жеңіліп қалған кісіні сіз сразу көріп тұрдыңыз, результат получается. Соны тосып тұрдыңыз. Одан кейін сол результатты жаңағыдай жағымдыға өзгертіп кеткен кезде, жеңімпаз аттың үстінде көрген кезде жолдасыңызды, сіз сол нәтижені алдыңыз. Я өзіңде прям ішінде действительно андай не болады да, бір сенімділік пайда болады, бір күш жігер пайда болады ғой. Энергияң толығып тұрады деген сияқты да. Бағана сіз айтқан кезде дұрыс да, реніштен бастау керек. Реніштің барлығын жіберген кездерде адамның шынымен энергиясы толық болады. Барлығына күш қуаты жете алатындай болады екен. Тағы да бір мысалдарыңыз бар ма, айтып бөлісетін? Иә, мысалы жаңағы ренішке қатысты. Мен одан кейін жаңағыдай нәтижелер ала бастаған кезде жұмысқа келіп айта бастадым. Міне осындай методиканы алдым, осындай жағдайлар болып жатқан кезде, тоже психологиямен айналысып жүргенде, психологқа барып жүрген кісілер қызығушылық білдіріп, оларды алды. Солдай бір кісінің результатын айтқым келеді. Қазір енді уже партнерім, былайша айтқанда, Анар деген. Ол кісі жолдасымен ажырасқан, екі ұлдары болған, бір ұлы папасымен кетті, бір өзімен қалады. Папасымен кеткен ұлға кіші ұлына сол қатты переживать етіп жүреді ана кісі. Ұлы да мамасын признавать етпей, сөйлеспей, сол біраз күйзелісте жүрген кез екен, бір жылдай. Сол методиканың жаңағы жауапкершілікті өзімізге алу керектігін жаңағы бірінші обидадан басталды ол кісі. Ренішін шығарды. Не үшін ол обида керектігінің жолдасына деген, как раз 8 марттың алдында болатын. Сол проработкадан кейін, 2 күннен кейін жолдасы, ұлдары бір букет құшақ розалармен келіп құттықтаған кезде ана кісі жылап жіберді. Таң қалды, сол какой-то бір сол бұрынғы жолдасына деген бір обида үшін балалармен қарым-қатынасының бұзылып тұрғандығы сол екенін түсінді. Сол нәрсені ғана алып еді, өміріне жаңағыдай жақсы жаңалықтар, бақыт сезімін сезіне алды. Ал реніште жүрген кісі, олар ондай сезімдерді сезінбейді ғой. Ойлай береді, жаңағы обидасын ойлай береді, жаңағы кісінің қандай жаман екенін ойлай береді, жан-жақта сондай ақпараттар жинай береді, ана кісі жаман деген. Барлық фокус вниманиясы сонда болады. Ал когда вот это менде бір мынандай бір ассоциация бар да, я обида деген негізі кішкентай нәрседен бір сөзден қалады ғой, негізі біздің көңіл дейді ғой, көңіл қалады кішкентай ғана бір сөзден. Бірақ уақыт өте келе ол кішкентай сөзіміздің өзі анау снежный ком дейді ғой, таудың төбесінен былайға өтетін. Домалап жерге түсем дегенше ол деген үлкен болып кетеді да. А ол өзіміздің денемізде ғой, ол обида. Былайынша қараған кезде елдің бәрі қазір түсінеді, мне кажется, что ол сыртта емес, ол басқада емес, өзіңнің ішінде. Ол обида үлкейіп өсіп, өзіңнің денең, өзіңнің денсаулығын құритынын адамдар соны білсе да. Себебі обиданы даже шариғатта да айтады да, 3 күннен артық ешкімге ренжіме. Ренішіңді жібер. Өйтіп ренжи берсең, өзің картинаны онда бетер ушықтыра бересің ғой ішіңдегі. Жек көріп ол адамды. Методиканы көмектесетіні біз кешірдім деп айта саламыз санамызбен. Болды, Алладан қайтсын, кешірдім дейміз де. Бірақ эмоция бізде мына ішкіде тұрады ғой, кеудемізде. Бәрібір тас болып тұрады. Именно методиканың бір жақсы, ол содан көмектеседі, ішкі жан дүниеңнен шығаруды. Біз жаңағы реніш пен қорқынышты өзіміздің бір выгодымыз үшін ұстап жүреміз. Соны табу керек. Қандай выгода бар екенін. Болмашы, еще тапқан кезде күлкің келетіндей болады ғой кейде. Болмашы ғана нәрсе ол. Өзіміздің ғана ойымыз сол кезде. Жаңағы кісі, жаңағы бұрынғы жолдасына сол ренішін ұстап жүрді, чтобы өзінің сильный әйел екенін доказать ету үшін, балаларымды сөйтем деп доказать ету үшін, ана обиданы как вторичная выгода ұстап жүрді. Можно же и без этого всего этого добиваться. Когда сол трансформировать еткен кезде, бәрі өз-өзімен шешілді. Ішкі жан дүниесін. Одан кейін өзінің айтатын неме тоже омырау жағында бір неме болған екен. Какое-то образование, я.
Ол енді онкологияға тоже немесе істеп кетуі мүмкін ғой. Сол жаңағы обидалардан кеткен проработка жасап жүрген кезде бір күн байқасам, сол уже жоқ екен. Бұрын на ощупь сезетінмін дейді. Жуынған кезде. Бір жуынған кезде байқадым, соның жоқ болып кеткен. Одан кейін сразу әлгі УЗИ емес, сондай нәрсе деп жіберген кезде мүлдем жоқ болып кеткенін көріп риза болды. Жаңағы мен осы психосоматика жерде бойынша. өзім психосоматика бойынша ғой, мен де денсаулығым туралы айтып кетейін. Өйткені менің оқырмандарым да қазір біразы мен көптен бері результаттарым туралы айтпағам, естерінен шығып та қалған шығар. Мысалы менде экзема деген болатын. Бірақ мен тұрмысқа шыққалы, не дейді, саналы өмірімнің барлығында қолымда экзема. Бір алақаным, екінші алақаным прям шаң ұстасаң топыраққа, борға, мысалы мен мұғаліммін да, бор ұстағым келмейтін тұғын. Қағазбен орап тұрып ұстайтын, или вообще балаларға айтады, мен борды жақсы көрмеймін де, өздерің шығарыңдар деп өздерін жаздыртып қойып сөйтті. Тряпка, бор деген ұстамаймын, үй жинамаймын, жаңағы не дейді, сабын, порошок, барлығынан ғой. Бүкіл нәрсеге раздражение береді. Прям жара болып кетеді, суланып кетеді, қышиды. Өмір гормональный мазьдармен жүресің, прям таңертең кешке. Ол деген қаншама қаражат, олар арзан емес. Бір тюбик, мысалға 30 граммдық тюбиктер көпке жетпейді. Сонымен жүретін ғой, ешкіммен амандаса алмайсың, бір жиналыста отырсам, біреу не стройка жасап жатсыздар ма дейді да, қолыңнан ұяласың да, қасындағы адам отырып алып, стройка жасап жатыр едіңіздер дейді, қолыңды көрсетуге ұяласың ғой, вечный перчаткада жүруге. Вот сондай бір жағдайлар болды да, сосын уже соңғы кездері оның бәрі мен кейін психосоматикасын оқып жатырмыз ғой, өзімізді қабылдамаудың. Яғни раздражение деген сөз да, өзімізді ғана емес, сосын айналамыздағы адамдардың бәрін қабылдамай, бәріне раздражаться етіп жүргеннен болатын нәрсе, экзема, аллергия деген нәрсе. Сол, атасы іштен тұрып, кейін мен тек қана қолымда емес, аяғымда шығып кетті, аяғым постоянно жара болып жүреді, оны шалбар киіп көрсетпейсің, қолыңды ғана нетесің, жасыра алмайсың, бетіңе шығып кетеді. Уже сондай кездерде мен ойладым, мен қалай шешуге болады. Әртүрлі врачтарға барасың, түрлі анализдер тапсырасың, емделесің. Жаңағыдай нәрсе, успокаивающий береді олар еще арасында обязательно. Атасы соның өзі не екен ғой? Өзіміздің стресс күйімізді просто басып тастау үшін беріледі. Өзіңізге өзіңіз көңіліңіз толмай жүрген ғой өзіңізге, е? Өте қатты толмайды. Мен айтам ғой, бір 10 жылдай мен қатты депрессияда жүрдім ғой, соның өзі. И сол баяғыдан сондай толмаған бас бірдеңе болып тұр ғой. Сондықтан организм жаңағыдай реакция берді, е? Қосылып атқан, жаңадан қосылған оқырмандарыма бір еске түсіп кетейік, біз ойлау жүйесін өзгертудің не үшін маңызды екені туралы әңгіме қылып отырмыз. Менің есімім Сауле, менің қонағым Лаура, Семейдің тұрғыны. Екеуміз өзіміздің ойымызды өзгерту арқылы өмірімізде болып жатқан өзгерістер туралы айтып беріп отырмыз. Ал ары қарай эфирді соңына дейін көрген оқырмандарыма менің сыйлығым бар. Құпия сөз айтам, сол құпия сөзді директіме жазып жіберген адамға әдемі бір сыйлық жасаймын. Күтіңіздер, болыңыздар. Жалғастыра беріңіз. Тағы да. Одан кейін ата-анам жаңағыдай, жаңа айттым ғой, қарыздарға, немелерге көп, кредиттерді көп ала бердім, қарыздарға көп кіріп кеттім. Одан кейін ойлап, финансовый грамотность, қаржылық білімді оқи бастадым. Осы методика арқылы білген кезде, бұның да себебі біз өзімізді бір керексіз адаммын деп сезінген кезде, біз жаңағыдай кісілерге қайырымдылық жасай бергім келеді, кісілерге подарка жасай бергім келеді екен, сыйлықтар. Біреудің өмірімен өзімен борышкер болып жүресің, иә? Иә, борышкер болып жүресің. Сіңілдеріме вечно солардың бір жағдайларын жасау, солардың проблемаларын шешу, әкемнің туысқандарына, әкемнің бір міндетін атқару деген сияқты сондай бір өзінің миыма сондай салып алыппын да міндетті. Содан кейін, соответственно, ана кісілермен ана зависимый, маған тәуелді. Вечно оларда проблемалармен айта береді. Мен оларды шешу үшін жаңағыдай қарызға кіремін, бірдеңе істеймін. Оның бәрін сол жаңағы психосоматикамен жұмыс істеген кезде, бұл өзіңді сол керексіз сезімдеу үшін екен. Одан кейін жаңағы методикамен оның бәрін өзінің қажет екенімді дәлелдеу үшін біз сондай ситуацияларды өзімізге шақырып тұрамыз деген сөз. Біз қайырымдылық жасаған кезде, біреуге көмектескен кезде біз сол арқылы өзіміздің самооценкамызды көтереді екенбіз, өзіміздің сеніміміз молайтамыз. Міне мен қайырымдылық жасап жатырмын, менің жағдайым жақсы деп, соны өзімізге дәлелдеу үшін жасайды екенбіз. Соның бәрін жаңағы проработкалармен жасадым. Ситуация дегенге кіріп, каждый сіңілдерімді жеке-жеке солардың үй сатып алды. Отвязка жасадыңыз ба? Иә, связь арқылы, иә, тренажер связь арқылы отвязка жасадым. Содан кейін барып, олар да самостоятельный болды. Олардың да жаңағыдай өскендерін көрдім. Астана қаласына көшіп кеткен болатын, проблемадан проблемаға кіріп жүрген болатын. Әр қайсы екі сіңілім де пәтер алды. Оларды да проработка жасадым. Әке шешем жиі ауыратын, мамам гипертоник.
жиі скорый шақырып сөйтіп отырамыз. Әкемде бронхиальный астманың жеңіл түрі болады, постоянно задыхаться ете беретін. Бұның бәрі де менің выгодам екен, оларға өзімнің жақсы бала екенімді көрсету үшін. Соның бәрін осы методика арқылы түсініп, жаңағыдай проработка кезінде шығады, бұл жауаптардың бәрі неге екен. Солардың денсаулықтарын проработка жасаған кезде менің жаңағы выгодам сол, өзімнің заботамды көрсету, жаңағы солардың бәрін сөйтіп отвязка жасап, идеальный ситуацияға салып жасадым. Қазір түрлі жағдайлар жақсы. Осы 2 жыл болды, ондай дүние көрген жоқпын. Олардың жалобы дәрілерін де уақытында ішіп отырады, жақсы сезініп жүр өздерін. Ал бізде сол 2 жыл 3 жыл болды ма, үй ішімізбен ешкім ауырмайтын болды ғой. Үлкені болсын, кішісі болсын, суықтап ауру дегеніміз грипп қыс уақытында или межсезонье болған кездерде міндетті түрде бір ауырып шығатын еді ғой. Онда 3 жылдан бері бар ғой, ешқандай нәрсе жоқ қой. Кішкентай нәрестем бар, немерем бар менің, айтпақшы кішкентай. Оның өзде біз тек қана ай сайын салмағын өлшетуге ғана барамыз. Ал мен өзімнің бала шағамды білемін да, мен поликлиникадан шықпайтын. Есімде, өзімде аллергикпін ғой, негізі да, жаңағыдай диатез болғаннан кейін бала шағам бәрі диатезбен өмір сүрді ғой. Не деген жөтелдер, постоянно жөтел. Біздің ауруларымыз, кішкентай балалардың бәрі білемін да, жасына толсын, одан кейін болсын. Әйтеуір детский поликлиника біздің екінші үйіміз болатын ғой. Шықпайтын мен. Постоянно соларды алап апарып жүретін да. Қазір енді мен соны Дана Батыршынан бір соны мастер-классынан соны тыңдадым да. Про здоровье было, да? Болезни не существует деген установка бір жақсы отырды да маған. Вообще қазір болезнь не существует дегенге күшті сенем. Біреу бір жерде тісің ауырды, бірдеңе дейін деп атса, мен айтам да, не себеп, не үшін қажет болды саған деп. Сөйтеміз да сразу түбін шешіп тастаймыз. Сөйтсем, мам, сен соны ғана айтасың, басқа нәрсе айтпайсың ба дейді. Ну, это же просто явно. Кеше сіңлім ба біреу, тізем ауырды дейді да. Сосын барып, температура кетіп жатырмын, коронавирус болып қалдым ба деген сияқты. Мен айтам да, сен просто ойласа, температура это что? Это же чего-то ты қабылдамай тұрсың ғой, сен бірдеңеге сопротивление болып тұрсың ғой. Есіне түсіреді, да, действительно, вот такая информация была, маған айтылған. Мен оны қабылдамай тұрмын. Қабылдауым қиын болып тұр, сенуім қиын болып тұр дейді да. Ну, температура не үшін беріп жатыр, сол үшін беріп жатыр дейді. Экземам жоқ менің, қараңдаршы, күшті алақаным әдемі. 2 жылдан бері, 3 жылдан бері менде вообще экзема жоқ қазір. Ол майздарым да қайда қалғанын білмей қалдым. Жақсы. Керемет. Сондай, оның психосоматикасын етіп, причинасын тапқаннан кейін өзіңе айтып жеткізу, что это не екен, да, что просто твоя причина, у тебя выгода есть. Осылай ойлауға, мынандай болуға деген сияқты, да. Ол выгоданы кетірген кездерде действительно нәтиже басқаша болып жатыр. Жаңа осы психосоматика бойынша бір қатынға барған кезде таныс қыз переживать етіп қатты волнениемен келіп тұр. Не болды десем, маған жаңа ғана диагноз глаукома деп қойды дейді. Как раз бұл жұма күні болатын. Көзге байланысты. 3 поликлиникаға бардым. Иә, көзге байланысты 3 поликлиникаға бардым. Үшеуінде де глаукома деп отыр. Понедельник анализ тапсырамын, вторник күні учетқа алады деді ғой. Операция учетқа бірдеңе алады деп. Соң қатыннан кейін бір кафеге барып айтым да, психосоматикамен көрейік деп. Солай жаңағы сіз айтпақшы, шынайы ақпараттарға көзін жұмып қарау, өзінің өміріндегі көп нәрселерге. Одан кейін сұрақ қою арқылы зачем тебе это важно деген сияқты. Туысқандарына деген реніші, біреуге бір проблемалар болып жатыр екен, соған көзін жұмып қарағысы келіп тұр. Сол нәрселерді каждый проработка жасадық, где-то 1,5 сағат отырған шығармыз. Соң ол каждый ситуациясын, каждый адамға деген апайы, жолдасы деген сияқты қарым-қатынастарынан бәріне өзінен шығып жатты, соның бәрін айтқан нәрсесін жасадық. Бір жерде обидаға кірдік, бір кездерінде страх арқылы жасадық проработкаларды. Бір жерде жаңағы сіз айтпақшы образдарды менять еттік. Сонымен тарасқанбыз, содан дүйсенбі күні хабарласқан кезде айтады, қайдадан тексерсе, мүлдем жоқ болыпты. Дәрігерлердің өздері таңғалды дейді. 3 поликлиникадан әкелген заключение, глаукома деген, уже учетқа алу керек болатын. Ал понедельник уже жоқ, тоже таңғалды. Бұдан кейін тоже, көп. Тоже кісілер таңғалады, как бы ерунда сияқты қарайды. Мен сразу айтам, просто загугли психосоматика, причина болезни, жаңағы диагнозын жаза сал, одан кейін сразу антибиотик шығып тұрады. Оны даже методика бірдеңені алып та керек жоқ, өзіңе үшін тексеріп көрші. Одан кейін арғада жасай алсаң, бір немелерді жасай көр, медитациялар ма, немелер, бірақ ол мен өте ұзақ жүресің. Ал методикамен отырған кезде, именно өзіңнің причинаңды когда табасың, ішкі жағыңнан, трансформация жасаған кезде, ол прям мгновенно меняется. Именно ішкі жан дүниеңнен сен ауыстыруың керексің.
ал теориямен иә жарайды сен интернеттен оқисың сезім кітаптан сезім бәрін келу қарайсың. керек қой да, ішкі жан дүниеңмен деген сөзді кейбіреулер, біз осы сөзді көп айтылады да, жан дүниеңмен түсінгін, жүрекпен қабылдашы деген да. Мгм. Біз ойлаймыз солай қабылдап. Мен кешегі соңғы жазған постымда да мен жаңағы бай кедей деп бөлмеймін деп та, Мгм. ол тек қана установкалар ғой деп. Мен саналы түрде күшті түсінемін, оны бәріне айтып та беремін да. Бірақ жүректе, оказывается, мен бәрібір дейді, мынада ақша бар, мынада жоқ деген сияқты бөлініс болады да. Кейін барып соны проработка жасағаннан кейін барып отырады ғой, прям уже ощущение келеді да, сезім келеді жүректен, өзі іштен сондай сезім болады. И прям сен басқаша ойлай алмайсың. Бай кедей шынымен жоқ бұл өмірде. Оның барлығы тек қана өзіміздің установкамыз немесе біздің тәжірибеміздің нәтижесі тек қана. Солай екен. Адам, даже бай адамның өзі кедей психологиясында болуы мүмкін. Керісінше да, былай ақшасы бар, бірақ психология кедейдікі. Или наоборот, керісінше да, ақшасы дәл қазір жоқ болса да, душа щедрая, душа неме дейді, сондай бір кең бай деген сияқты. Яғни вообще адамдар олай бөлінбейді, кедей, бай деген сияқты. Тура сол сияқты сіз айтатындай да, жүрекпен, яғни іштен шығады да ол нәрсені түсіндіру. Оны надо прочувствовать. Жаңа Райхан осындай бір сұрақ қойды, образды қалай өзгертеміз? Райхан, сізде методика бар ғой, образ деген тренажер бар. Соған кірсеңіз, өзінің шаблонның сөздері бар ғой, образ өзгерту үшін қолданылатын. Так, бізде уақытымыз қанша болып жатыр? 40 минут өтіпті, нормально. Әлде де уақытымыз бар. Тағы да, жалпы ойды өзгерту арқылы біздің эфирдің тағы да қосылып жатқандарға еске салып қояйын. Ойлау жүйесін өзгерту арқылы жалпы оның маңыздылығы, біздің өмірімізге қандай әсері тиіп жатады екен, қаншалықты маңызды екен туралы әңгіме қозғап отырмыз Лаура ханымменен. Біз өзіміз сол ойымызды жаңағы методика саморегуляция деп айтады, өзіңмен жұмыс жасау арқылы өз ойыңды өзгерту. Суперэго компаниясының MasterKit деген программасы, бұл онлайн продукт, инфопродукт, мобильное приложение. Соны сатып алу арқылы жаңағы мобильный приложение сізге логин, пароліңіз келеді, сол кіру арқылы өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасайсыз. Методиканың ішінде 20 тренажер бар. Айтып кетесіз ба тренажерлар туралы? Әртүрлі ситуацияларға арналған. Біз жаңа бір 2-3 ғана айтып жатырмыз. Мен негізі көп посттарды жазған кездерде, сосын адамдармен қарым-қатынастарда мен тек ренішпенен ғана көп жұмыс істейді екенмін да. Маған бірталай адамдар хабарласқан, консультация алған, сөйтіп біз жаңағы даже проработканың қалай өтетінін көрсету мақсатында мен кейде осы ренішті нететін. Тек ол ғана емес қой, бұл жерде өте көп нелер бар, тренажерлар бар. Сосын вообще методика өзі деңгей-деңгейге бөлінген. Біздің білім алу деңгейімізге қатысты. Бірінші деңгейде 2 ғана тренажер бар, олар установканы табу және установканы өзгерту. Установка ой тұжырымымыз біздің. Жаңағыдай табу техникаларын үйретеді сол жерде, және оны қалай өзгертуге болатынын үйретеді. Прям практикамен жасап көруге болады. Ал екінші деңгей базовый деңгей деп аталады. Базовый деңгейде 11 тренажер бар. Ол жер енді ең үлкен, ең базалық, яғни ең маңызды тренажерлардың бәрі және маңызды білімнің бәрі осы жерде орналасқан. Екінші деңгейде біз образ деген тренажердан бастаймыз. Сосын ситуация деген бар, яғни біздің қалаған ситуациямыз. Неге образ дейді? Образ дегеніміз бұл біз миымыз жалпы бүкіл нәрсені бейне ретінде, қандай да бір образ ретінде қабылдайды. Өйткені ол өзі энергетика болғаннан кейін, энергия болғандықтан ол барлығын энергия ретінде, елес ретінде қабылдайды. Яғни образ, ситуация, страх, обида бұл жерде негізгі тренажерлар. Төртеу, самооценка, нет, самооценка потом ғой. Бұл жерде универсальная 6 установка бар, тренажерлар бар. Мои желания деп басталады. Моя индивидуальность, мои эмоции, страх одиночества, сосын любовь к себе просто так, моя индивидуальность и мое предназначение деген. Осындай 11 түрлі тренажер бар осы жерде. Енді бұл тренажерларменен әрқайсымен жұмыс істеген кездерде сізде действительно бұл екінші деңгей управление реальностью деп аталады ғой. Шынымен өмірді өзің басқарып жатасың. Жаңағыдай ғой, сотқа барған кезде сот сенің сөзің сөйлеп кетеді, ауруды өзің жеңіп аласың. Жаңағындай кредиттердің бәрі өзі жабылып кетеді деген сияқты да. Барлық нәрсені өзіміз құруға болады екен осы тренажерлармен жұмыс істеу арқылы. Сосын үшінші деңгей бұл сопротивление деген деңгей. Адамда жаңағындай не дейді, бізге бұл чудо сияқты нәрселер болып жатқан кездерде біздің миымызда кішкене болсын қарсыластық пайда болады. Сен құдайсың ба дегендей. Неужели осының бәрін сен өзің істеп жатсың дегендей бір ойлар келеді. Сол кездерде ми қарсыластық білдіреді. Қой, тоқта, осы жерден тоқтай қал, ары қарай істеме.
сен шектен шығып бара жатсың деген сияқты. Сол кезде Дарья Трутневаның керемет несі бар, сабақтары бар. Соларды тыңдап, ол жерде де 11 түрлі тренажер екінші деңгейде, иә. Екінші, сосын үшінші деңгейде глубина және глубина нормы, глубина... Нет, норма мен самооценка төртінші деңгейде. Связь и глубина. Үшінші деңгейде связь и глубина деген екі тренажер бар. Вот біз көп нәрсені біз бір-біріне байланыстырып қоямыз, и жаңағы бірдеңенің түбін таппай жатамыз. Осындай нәрселерге көмектесетін екі тренажер бар. Мен құда қаласа олар туралы жеке-жеке әлі жазамын. Жазып үлгере алмай жатыр. Мен білмеймін күнде не жазып жатқанымды, бірақ көп ақпарат беріп жатқан сияқтымын, бірақ сонда да әлі барлығын айтпаппын ғой. Кейін ол сопротивлениеден, яғни қарсыластықтан шыққаннан кейін адамда бар ғой, мынандай бір жоспарлар болады, амбициялар көтеріледі, самооценка деген нетеді, андай әр нәрсеге байланысты болып тұрады. Осы мен мынандай бір мақсатыма жетсем, самооценкам деген мықты боламын мен. Осы мақсатқа жетсем ғана мен осындай боламын. Немесе бір кейбір мақсаттар бізге қолжетімсіз сияқты, прям ненормальный сияқты болып тұрады ғой. Осындай кездерде төртінші деңгей көмектеседі. Самооценка в норме деген аталады да. Яғни сен онсыз да мықты екеніңді, оның бәрі нормальный екенін, бәрін түсіне бастайсың да осында жердегі проработкалар арқылы. Төртінші деңгейдің осы самооценка деген күшті ұнайды маған. Өзімде біраздан бері мен сол жерде біраз буксовать етіп тұрып қалдым ғой. Самооценка деген өткенде де біраз жазған посттарымды, самооценкада мен біраз жүрдім. Көп нәрсенің самооценкаға завязанный болып тұрды. Это нереально для меня деген сияқты. И вот сол самооценка деген тренажер арқылы өзімді өзім нормальный түрге келтірдім да. У меня нет таких вот андай мықтымын деп біреуге ешнәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ болады да. Ал одан кейін бесінші деңгей. Бесінші деңгей деген енді бұл Катя Путилова айтады, джедайский уровень деп айтады да. Маған сол сөзі ұнайды, өте действительно бар ғой. Ол уже менің қазақша айтқан кездерде мен айтамын, ол бір пайғамбарлық деңгей деп айтамын да. Сіз біреулерге енді ұнауы да ұнамауы да мүмкін, мен бәрібір айтар едім да, сен осы бесінші деңгейдің білімдерін алып өтіп, сол жердегі проработкадан өткеннен кейін бар ғой, шынымен адамдарды уже ешкімді бөлмейсің. Жаңағыдай да, бұл жерде деление деген тренажер бар, және от обратного деген да. Осы мақсатқа жетпей қалсам не болады деген нені істейсің ғой, жетпедім ал не болады деген сияқты проработкалар істеді бұл жерде. Және деление. Біз көп нәрсені бөлеміз ғой. Жақсы, жаман, болады, болмайды, андай, мынау, мындай деген сияқты. Енді бөліністер көп. Мен кеше біраз жасаған, жауапкершілігі бар, жауапкершілігі жоқ, жауапкершілікті өзіне алатын, алмайтын, түсінетін, түсінбейтін. Сондайларды жасаған кездерде мен ойлаймын, деген адам рух қой негізі, біздің басқарып отырған. Вот адамды Алла жаратқан кездерде ешкімді бөлген жоқ, алалаған жоқ. Просто адам өсу барысында әртүрлі установканы өзіне орнатып алды. Ата-анасы, немесе жаңағы қоғам, ортасы дейміз ғой, өскен жері, солар әсер етті да, сосын адам әртүрлі болып шықты. Негізі бәріміз жаратқан кезде кішкентай балаларды қарайықшы, не деген керемет. Мен немерем өсіп келе жатыр, ырза боламын. Істегісі келген нәрсені істейді, істегісі келмесе істемейді. Қалаған нәрсесіне қол жеткізеді, обязательно. И бар ғой, оның шашын алып таста, не оған бәрібір, как себя чувствует, так и чувствует. Киіндіріп қой, былай киіндір, оған бәрібір да, қалай болса да, она сама как есть, такая есть да. Ойлайын да, вот үйренетін нәрсе көп біздің балалардан бар ғой, кішкентайлардан. Біз сәл дұрыс емес көйлек киіп қалсақ, өзіміз жаңағы қуыстанып бірдеңе қылып қаламыз. Немесе керісінше бір ең күшті киім киген кезде ғана өзіміз көкірегімізді көтеріп, ырза болып жүреміз да. Біз самооценканы сондай бір заттарға байлап тастағанбыз ғой. Соның барлығынан арылуға мүмкіндік береді мына проработкалар. Сөйтесің де жүресің. Көңіл күй ондай нәрселерге байланысты емес деген нәрсеге сезесің да уже. Еш нәрсеге де байланысты емес, сен өзің қандайсың, сондай болып тұрасың. Установканың бәрінен айырыла бастаған кезде. Артық салмақ, артық бір уайым дегеннің бәрі просто ауруға да алып келетін нәрсе, депрессияға да алып келетін нәрселер ғой. Иә, Айнұра, рахмет. Ал енді осының барлығы ешкім сұрап жатқан жоқ бізден, еш нәрсе сұрақ. Сонда да жауап беріп кетейік та, мүмкін біреулерде сұрақ сондай туындаған шығар, енді не болды деп та. Осы 5 деңгейлі тренажерлардың барлығы жаңа бір уақытын сұрады. Айнұр, сен сұрадың ау деймін да, басқа біреуге сұрақ көрдім. 5 деңгейдің барлығын сатып алған кезде тренажерлардың уақыты 1 жылға беріледі. Тренажер бұл кәдімгі мобильный данный сияқты, мысалы телефонға жүктеп алады. Телефонды біз өмір бақи өзіміздікі ғой, бір рет сатып алса, ол біздікі. 100 жыл ұстайсың ба, 1 жыл ұстайсың ба, 2 жыл ұстайсың ба, өзіңдікі. Ал MasterKit программасы да солай, саған өмір бойына беріледі, кабинет сенікі, логин парольмен кіресің. Ол кейін бала шағаңа да қалуы мүмкін, оны ешкім алып қоймайды.
мне кажется, да. Вот, ол привязанный өзің өмір бойы сен оны пайдаланасың, ешкім алып қоймайды. Білімдер бар ішінде, обучающий видеолар, сопровождениялар, банк данных дейді ол жерде, база данных дейміз ба. Көптеген обучающий нәрселер бар, түсіндірме нәрселер бар, барлығы олар доступны барлық кезде. Тренажер уақытысы ғана, тек қана шектеулі сол ғана. Әр деңгейге 3 айдан бөліп қойған, сонда бірінші деңгейдікі 1 ай, қалған деңгейлерде 3 айдан сонда 13 айға беріліп жатыр ғой. 13 айға тренажерлар уақыты жұмыс істейді. Бір жылда методикамен жұмыс істеген адам негізі керемет нәрселерге жетеді уже. Ойлау машығының бәрі өзгеріп кетеді ғой. Мүлде өзгеріп кетеді да, бүкіл өмірге басқаша көзқараспен қарайды. Мен айтамын ғой, 17-ші жылғы Сауле мен қазіргі Сауле, даже мен сол жылдың өзінде бір 2 айдың ішінде өте қатты өзгерген. Енді внешне емес, бірақ өзінің состояниеңді білінеді да оның барлығы. Мүлде көз қарасың, анау жүрген кафедрада жүрген серая мышка, шынымен өзімді солай сезінетін, мен действительно бар ғой. Менің образдарымда да өзімді тек қана кукла сияқты көретін едім ғой, кішкентай кукла сияқты. Айнұра, ешқандай кедергі тұрған жоқ. Кедергі ол сенің шешімді әлі дұрыстап қабылдамағаныңда болып тұр. Егер шынымен маған керек, мен осындай нәтижелерге жеткім келеді десең, жаңа Лаура ханым айтып берді ғой, өзінен өзі ақша келеді екен. Андай бір яғни желание болған кезде, іштей шешім қабылданған кезде ақша келеді. Барлық кезде сол. Ақша негізі мақсатқа келеді. Бір желанияға келеді. Сондай. Сол қаражатты сол тойға да шашып тастайсыздар. Алдында бір кісі алмай бір айдан кейін аламын деді, ертеңінде мысалы шығынға ұшырады, штраф төледі. Бір кісінің дөңгелекті, машинаның дөңгелегі демесе қалады, әртүрлі жағдай болады. Өзімізге қимаймыз, ал бірақ оның бәрі басқа жаққа кетіп жатады. Сол керек пе? Одан да өзімізге, өзіңіз айтылған инвестиция. Өзімізге өзіміз жұмсаған ақшаның өсімі де немесе де көп болады. Мен жаңағы 2 күн проблемасын шештім. Тоқтап қалды. 1,5 айдың ішінде. Үлкен проблема ол, иә? Үйдің бәрін алып қоятын ненің бәрі. Иә. Сондықтан сіз мұнда рискке не қойып отырсыз? Қаражатты жұмсап, өзіңізге жұмсап, арқылы қандай рискке барасыз? Қандай проблемаларыңызды шешкіңіз келеді? Нәтиже аласың. Айнұр, бұл жерде салыстыратын нәрсе, сен қазіргі төлейтін ақшаңменен сен алатын нәтижең. Қайсысы таразының басында тұр? Қайсысы басым? Сен, мысалға, сен қазір мәселені шешпейсің, ештеңе істемейсің, осы күйінше қалдырасың. Бірақ әйтеуір ойың өзгермейді емес, өзгереді жыл сайын, сен келесі жылы, арғы жылы, 1 жыл, 2 жылда сен міндетті түрде өзгересің. Бірақ бұл сияқты емес та, сен бүкіл причинаны былай 1 айда, 2 айда деп шешіп жатқан жоқсың. Қандай нәтиже алғың келеді? Нәтиже дегеннің аты бар, Айнұра. Нәтиже деген бұл не? Гармония ма? Қарым-қатынастағы нәрсе ма? Материалдық жағдай ма? Әлде денсаулық па? Болады бізде бір нәрсе шынымен горит. Менде ондай бір горит нәрсе болған жоқ. Мен просто өзім білдім, уже 45-ке келдім. Менде финансовый подушка жоқ. Бір сарынды өмір. Күйеуімізбен екеуміз, оның алдында мысалға ажырасып кете жазда, просто потом енді балалар үшін деп қосылып, и как бы андай просто существовали ғой енді. Былай қарағанда терпели друг друга. Сондай сияқты қарым-қатынаста жүрген адамдар, и жаңа жұмыста да тек азаннан кешке шейін жұмыста жүресің. Бүкіл кафедраның, айтайын, заведующийдің орнына, мен зам заведующий болатын да, бүкіл жұмысын істейтінмін. Жиналысына да баратын, басқаға да баратын, суббота, воскресенье жұмыс істейтінбіз, үйге келіп те жұмыс істейтінбіз да, мен ойлайтын, өмірімнің бәрі сол деп та, даже көктем келіп, күз келіп, ауа райы қандай болып жатқанын көрмейтінбіз ғой. Университетке кіріп кетесің, кешке бірақ шығасың. Келесің, жатасың, ішің тамағын ішесің. Өмір сүру деген қандай екенін білмей қалғам. Мен қазіргі өмірім мүлде басқаша ғой енді. Қатынасыңыз өзгереді. Хотя мен сол университетте әлі де жұмыс істеп жүрмін, бірақ менің қазіргі жұмысым мен табысым бұрынғымен салыстырғанда вообще салыстыруға келмейтін нәрсе да. Қазір қаншалықты жұмыс істеп сол ақшаны тауып жатқаным даже одан да артық та. Ал бұрын қаншалықты мен сол жаққа жұмысымды, өз энергиямды беріп жатқаным. Сондай нәрселер олар. Сәлем, Нұрсұлу. Сонымен методиканың бағасы туралы былай қараған кездерде, айтқан кездерде қымбат сияқты, 360 мың жылдық пакет. 360 мың дегенде, егер жылдық пакетті күнне бөліп тастасаңыздар, 1000 теңгеден келеді екен. Күнделікті 1000 теңге, былайынша біз әр нәрсеге жұмсап жатырмыз. Бір айда 30 мың, анаған кетеді, мынаған кетеді, тойға апарып беріп жатырмыз. Бір тойға апарып береміз 30 мың теңгені. Сол сияқты нәрсе өзіме кішкене вложение жасаймын деп, біреулер қарызданып алып жатады да. Қарызданып алып, и то бір ай, 2 айдың ішінде ол қарызын жауып, қарызын жабатын ақшалар келіп, себебі өзіміздің мида ғой барлық нәрсе. Өзімізді өзгерткен кездерде өзгеріп жатады өмірдің бәрі.
мен әлі тағы да жазамын, менде өзгерістерім өте көп. Сол кездегі болып жатқан. 2 комнаталы малосемейный общежитиедан 4 бөлмелі 2-ші этаждағы квартираға көштік, әдемі ремонт жасап алдық. Білмеймін, көңіл күйіміз, жаңа күйеумен ажырасам, просто существовали деген адамменен қазіргі қатынасымыз, это вообще басқаша нәрселер. Это уже другой уровень жизни вообще. Денсаулық болсын, басқа болсын, да? Результаттар өте көп 2 жылдың ішінде, оны айта берсек эфирі жетпейді Иә. уақыты. Сондықтан мен жаңа айтқан едім, эфирдің соңына дейін көрген оқырмандарыма менің кодовое слово дейміз ба, немесе секретное слово айтайын, да? Маған директке, немесе Лаураның оқырмандары болса, Лаураның өзіне директке қандай сөз жазайық? Мен табыстымын деп жазып беріңіздерші просто. Мен табыстымын, мен бақыттымын деп. Осы 2 сөз жазып беріңіздер, біз түсінеміз. Сіздерге сіздің өміріңізде болуы мүмкін 100 установкалар бар, тізімі. Оны біз көбінесе байқай бермейміз, ажырата алмаймыз, оның установка екен, установка емес екен, да, ол жалпы бір жүрген бір ойлар сияқты нәрселер, да. Ал тізім ретінде бүйтіп саған берген кезде, он Дарья Трутнева өзінің өткенде вебинарын өткізген март айында, да, сол кезде ұсынған болатын. 100 кең тараған тұжырымдар өмірімізде кездесетін. Сол тұжырымдар тізімін беремін, сіздерге ұсынамын. Мен табыстымын, мен бақыттымын деген кодовое слово жазып жіберіңіздер директке, Лаураға немесе маған. Сол установканы аласыздар, установкалар тізімін. Өзіңіздің өміріңізде солардың қайсысы жүзеге асып жатыр, байқаңыздар, қараңыздар. Яғни біздің өміріміздің бәрі белгілі бір сценариймен жүзеге асып жатыр ғой. Барлығы установка, өмірдің бәрі установка. Мен бір құрбым айтқан еді, ана вебинарды көріп қалған екен, өміріміздің бәрі установка екен ғой деп. Шынымен біздің ойымыздың бәрі, бұл біздің действительно ойымыз, біздің ой тұжырымымыз. Біз өзіміз сенбеген нәрсені айта алмаймыз, өзіміз сенген нәрсеге ғана айтамыз және білеміз оны. Сол білген нәрсеміз жүзеге асады. Сондай нәрсе екен ғой, ой материалданады, айтқан нәрсең орындалады деген нәрсе осы. Просто біз сенген нәрсе ол орындалады. Ал енді мен баймын, бақыттымын деп құр аффирмация айтқаннан, конечно, ол да жұмыс істейді, бірақ жылдар керек. Мне кажется, ондай аффирмацияны іске асыру үшін кемінде 1 жыл керек шығар. Мен 1 айда, 2 айда аффирмацияменен жүзеге асты деген нәрсені көрген жоқ. Так, сонымен Лаура ханым, сізге көп-көп рахмет. Әдемі әңгімелер айтып бердіңіз. Танысқаныма қуаныштымын, жақынырақ тағы да. Бір чатта ары-бері жүріп, бір-бірімізді атымызды ғана көріп жүрген еді, енді таныстық. Өте ыстық болып көрінесіз енді. Ертең Рахмет сізге. таныстығымыз бұдан да артады деп ойлаймын, әлі хабарласып, тағы да эфирлерге шығып тұратын шығармыз. Міндетті түрде. Тағы да Жүзіңіз де жарқын, оқырмандарыңыз, жылы, сондай күшті болып тұр. оқырмандарыңыз сіздің арқаңызда көп табыстарға жетсін, нәтижелерге жетсін, сізбен бірге мастер-клубпен проработка жасасын. Мен сіздікі солай болсын, видеомыздың де оқырмандарымыз. Ораза ұстаған кісілер, оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тағала әр адамның жүрегінде тек соған білу керек, сену керек. Ол сенімді сіз өзіңізге сену арқылы ғана жүзеге асыра аласыз. Сондықтан өзіңізбен жұмыс істеңіз, ойыңызбен жұмыс істеңіз, сонда барлық жақсылыққа да жетесіз, табысқа да жетесіз, жақсы қатынасқа да жетесіз. Бәрі өз қолыңызда. Шынымен өз қолымызда. Соны айтқан кезде адамдарға кішкене бір уже жаттанды сөз сияқты болып кеткен сияқты, да? Кетеді, бәрі өз қолыңда деген кездерде түсінгісі келмейді. Неге мінде деп. Бірақ ал шын мәнінде сондай екен. Шын мәнінде өзіміздің қолымызда. Қазір 5 минут аяқтаймын. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыздар. Соңына дейін болған оқырмандарым әрқайсысын жақсы көремін. Ой, молодцы. Рахмет сіздерге. Ал онда аяқтаймыз онда. Мен де эфирімді аяқтаймын. Әлде сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Айнұра, қорықпа. Жұмыстан кетіп қалған кезде жұмыс деген табылады. Қазіргі біз айтқан нәтижелердің барлығы мастер-киттің арқасында болып жатыр. Тек қана мастер-кит емес шығар, мүмкін біз просто мастер-китпенен оған бүкіл нәтижені бітіп артық қоюдың қажеті жоқ. Бүкіл нәтиже ол біздің еңбектің нәтижесі. Мастер-кит просто құрал. Бізге қалай, яғни бүкіл жауапкершілікті біз мастер-китке жүктеп қоя салмаймыз. Мастер-кит емес оны істеп берген. Біз өзіміз. Ал мастер-кит программасында біз өзіміздің ойымызды қалай өзгертуге болатынын, өзіміздегі жауаптарды қалай табуға болатынын үйренеміз. Ол обучающая программа. Және просто тренажер. Тренажер біздің ойымызды жинақты бір сарында, бір бағытта ұстауға мүмкіндік береді.
мысалға біз жаңағыдай аффирмацияны айтып жатқан кездерде, біз күнделікті айтқан кездерде бәрібір ұмытып қаламыз. Бір күн айтамыз, екінші күн ұмытып қаламыз, үшінші күн тағы да ұмытып қалуымыз мүмкін да. Сол сияқты ал аффирмация емес, проработка кезінде тренажер біздің ойымызды жаңағы айтқан өзіміздің мақсатымызда нақты ұстап отырады. Солай біз жетістікке жететін боламыз.